Қайырлы күн. Жасалу жолы өте оңай. Рафаэлла тортының рецептімен бөлісемін. Арнамнан алыстамаңыздар. Ең алдымен бөлме температурасындағы жұмыртқамызды салып, қантымызды бөліп сала отырып, массамыз бірнеше есе ұлғайғанша тоқтаусыз миксерлейміз. Үлпілдек массамыз бірнеше есе ұлғайды. Үстіне бөлме температурасындағы жылы сүтімізді және сұйық майымызды құйып, күрекшенің көмегімен оңнан солға қарай жақсылап араластырамыз. Електен өткен ұнымыздың үстіне 1 шай қасық қопсытқыш және какао ұнтағын салып, құрғақ қоспаларымызды жақсылап араластырып аламыз. Енді құрғақ қоспаларымызды жаңағы үлпілдек массамыздың үстіне 3 немесе 4 бөлікке бөліп салып, бисквитімізді басып алмай, сағат тілімен жақсылап араластырамыз. Яғни төменнен жоғарыға қарай ұнның түйіршігі қалмайтындай етіп. Үлпілдек қамырымыз дайын. Енді кальцияны фольгамен қаптап, қамырымызды теңде 3-ке бөліп аламыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 170 градуста әр коржды 10-12 минутта пісіріп аламыз. Корждардың піскенін білу үшін спашкамен тексеріп көреміз. Спашкамыз құрғақ болып шықса, демек корждарымыз піскені. Бисквиттеріміз толық пісіп шықты. Кальциядан пышақтың көмегімен ажыратып аламыз. Міне бисквиттеріміз дайын. Өте әдемі, жұмсақ, оңай жасалатын бисквиттердің бірі осы. Енді бисквиттерімізді фольгадан ажыратып, бисквиттеріміз толық суығанша шетке алып қоя тұрамыз. Енді тортымыздың кремін дайындауға кірісеміз. Мен випак сливкиін қолданамын. Сливкиіміз өте салқын болу керек және ыдысымыз құрғақ болу керек. Сол кезде креміміз жақсы болып шығады. Және қоюлатылған сүтімізде өте салқын болу керек. Салқын сливкимен қоюлатылған сүтімізді өлшеп салып алдық. Үстіне кокос ұнтағын салып миксерлейміз. Ең алдымен баяу жылдамдықта, сосын жылдамдығын жоғарылатып, қою крем тәрізді масса болғанша тоқтаусыз миксерлейміз. Торттың кремі дайын. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Толық суып болған корждарымыздың бетін пышақтың көмегімен қырып алып тастаймыз. Кескен кезде нарезкісі әдемі болып көрінеді. Қалауыңыз бойынша алмасаңыздар да болады. Корждардың бетін қырып алып тастадық. Енді тортымызды кольцоға жинаймыз. Ыдысымыздың түбіне 1 ас қасық крем салып, коржымызды кольцоның ішіне орналастырамыз. Корждың бетіне крем жақпас бұрын, ең алдымен біз сиробымызды дайындап аламыз. Жылы сүтіміздің үстіне 1 шай қасық қоюлатылған сүтімізді салып, қоюлатылған сүтіміз әбден ерігенше жақсылап араластырамыз. Сосын корждардың бетіне сиробымызды әр жерден жағып шығамыз. Сосын барып үстіне кремді 2-3 қасықтан салып, тегістеп жағып шығамыз.
Кремді толығымен тегістеп жағып шықтық. Екінші коржды кольцоға салып, үстіне сиробымызды жағып, тағы да крем салып, кремді тегістеп жағып шығамыз. Енді соңғы коржымыз қалды. Оған да сиробымызды жағып, сироп жағылған бетін кремге қарай коржымызды кольцоға орналастырамыз. Корждың бетіне толығымен крем жағып, пищевая пленкамен бетін қаптап, холодильникке кемінде 3-4 сағатқа қоямыз. Кремі әбден сіңгенше. Міне тортымыз холодильниктен 3-4 сағат тұрып шықты. Кольцодан ажыратып, қалған кремді тортымыздың шеткі аймағына жағып шығамыз. Бұл торттың жасалу жолы өте оңай әрі қарапайым. Рецептерді төменге қалдырдым. Торттың бетін креммен тегістеу міндетті емес, тек кокос ұнтағы жабысса болғаны. Тортымыздың бетін кокос ұнтағымен қаптап, қалауыңызша әсемдесеңіздер болады. Торттың бетін Рафаэлло шарларымен әсемдедім. Кондитерлік дүкендерде сатылатын осындай ақ посыпканы торттың бетіне сеуіп шықтым. Міне Рафаэлло тортымыз дайын. Жасалу жолы өте қарапайым. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Гүлмира Темірхан. Аман сау болыңыздар.